Армысыздар, құрметті тыңдарман. Қызықты әңгімелер арнасына қош келдіңіздер. Арнаға тіркеліп қолдау білдіріп кетіңіздер. Жеңге әңгімесі 2-ші бөлімі. Ертесі түнімен ұйқы көрмегенмен таңертең кеш 9-дан аса ұйқыдан тұрдым. Күйеуім болса ұйықтап жатыр. Киініп тез сыртқа шықсам, татар енем әдемілеп құймақ бәліш пісіріп жүр екен. Шүлдірлеген тілмен шайға шақырды. Қайнап тұрған шайды демдеп, енем екеуміз шайға отырдық. Жаман адам емес сияқты, шүлдірлеп әңгіме айтып отыр. Тілін бұрап сөйлейді екен. Пісірген бәліші мен құймағы өте дәмді екен. Бұрын мұндай нәрсе жеп көрмегенмен таң қалдым. Қойшылардың ауылында мұндай тамақ қайдан болсын, қалай жейсің ол жақта? Осылай мен ауылға келін болам деп, менің көзім ашылып, басқаша адам бола бастадым. Күйеуім негізі бір тоға момын көрінгенмен сырт көзге, бірақ маған түнде егер ұрттап алса ызыңдап, миымды жеп, кіммен қанша рет болдың деп мазалай беретін болды. Ішпесе жап-жақсы, тыныш жүреді. Жалпы өмірім көп өзгерді. 2 айдан кейін мазам кетіп, құрсағыма бала да бітті. Ұйқым келіп лоқсып, жүрегім айнып, енемнің жасаған тәтті тамақтарына да жеркендім. Бала көтергенде күйеуім қатты қуанып, маған көп тиісіп сөйлемейтін болды. Құлағым біраз тынышталып қалды. Енем негізі кішкене ішімдік ұрттайтын әдеті бар екен. Басында онша мән бермегенмен, кейін өзі үдетіп жақсы іше бастады. Сол ішкен кезде мінезі шығып, тілі деген ащы болып барады. Үйіндегі бар дүниесін менен қызғанып, өзінен өзі бөлініп, бізді қуа бастады. Күйеуіме де тиісе берген соң бір күні ол мені жетектеп, қалаға бөлек шығып кеттік. Қалада бізге оңай болмады. Жаман бір құлайын деп тұрған үй алып, жамап, жасқап үй қылдық. Мен жылда құрсақ көтеріп, үйелмелі-сүйелмелі 5 балалы болдық. Осы балаларды туғаннан кейін үлкенім қыз болды. Ол кішкентайынан өте байсалды болып өсті. Сол қызыма балаларымды тастап мен жұмысқа шығып кеттім. Себебі ол кезде өте қиын заман келді. Қаранан тауып жеу оңай болмады. Мен оқымаған адаммын. Маған ыңғайлы қолымнан келетіні газет тасу жұмысы болды. Осы жұмыс маған өте сай келді. Желаяқ жеңгем сияқты аңыраған үйдегі бала-шағадан қашып жұмысыма тайып тұрамын. Күйеуім де жұмыс бірде бар, бірде жоқ, құрылысшы еді. Көбінесе ол үйде болатын. Ал мен болсам рахаттанып, газетімді таратып күні бойы көше кезіп келген сайын өзіме жақсы энергия алатынмын. Қала маған қатты ұнады. Ешкімнің сенде жұмысы жоқ. Не істесең де өзің білесің. Күйеуім бұл кезде 40-тан асып кеткен. Менен негізі ол 12-13 жас үлкендігі бар. Жасамал еді. Ал менің деп тұрған кемел шағым. Мына құжынаған қала халқы. Ығы-жығы үлкен қала маған қатты ұнады. Көзімді ашқаннан қойшы ауылдан басқа жер көрмеген маған бұл бір Америкаға барғанмен теңдей екен ғой қазір ойласам. Күйеуім қара жұмыс жасаған соң ба, білмеймін, ерте қартайып, төсекке әлсірей бастады. Ал мен керісінше туар баламды туып алғаннан кейін менде бір желік пайда болды. Бұрынғы түнімен тыныштық бермейтін бірінші күйеуімді жиі еске алатын болдым. Соның іс-әрекеті есіңнен тандырар, тегеурінді құшағым менің ойымды толықтай жаулап алды. Ал шикісары кексе күйеуім түнгі қимылы күн өткен сайын сиреп бара жатты. Өзі де сарадан болған соң беті мыж-мыж боп, ерте әжімденіп сүйкімсіз бола берді. Ол аз дегендей бар өшін арақтан алатын да болып алды. Мен жұмыстан келгенше ел нанға ақша таппай отырса, менің мыжды-жбайым арақсасып әжептеуір қызып масайып отыратын болды. Бірақ бір жақсы қасиеті, бала-шағаны да аш қылмай, анау-мынау тамақты өзі пісіріп беріп, қарнын тойдырып отыратын еді. Онысы бір тәуір еді. Кеш батып түн болса,
Балалар жатқан соң барып, маған тыныштық бермейтін. Ызыңдап маса құсап, миымды шағады. Төсек қатынасын жасағысы келіп, мені әурелейді. Одан ерте солған мүшесін маған мыжылған күйі тықпыштап, босқа екеумізді әурелейді. Аяғында маған көпті көрген бәлесін ғой, сорып тұрғыз деп тағы мыжыңдап мәжбүрлейтін өте беймаз болып кетті. Күйеуімнің ерте солған мүшесін умаждап, бір уағына дейін онымен алысып, аяғында ұрсып, тоңқылдап жатып, екеумізде шаршап ұйықтап қалатынбыз. Сөйтіп жүргенде бір күні Атыраудағы вахталық жұмыс шығып бастады. Сол жарнаманы естіп білген соң менің құлағым елеңдеп жүріп, әбден зерттеп, аспаз деген мамандыққа өтініш тастадым. Себебі күйеуім өте мазасыз, өзі жұмысты жарытып жасамайтын болды. Үлкен қызым кәдімгідей 5-ші сынып оқыса да, үйдің біраз тірлігін өзі айтқызбай жасайтын. Әрі күйеуім балаларға өте жайлы болып, өзі тәрбиелеп отыратын. Ал мен өзім тәрбие көрмесем оларға не үйретемін? Менің бар есілдердің баяғы желаяқ жеңгеммен өз шешем сияқты тек қыдыру, үйде тұрмау еді. Бір күні вахталық жұмыстағы тастаған өтінішімді тексеруге барсам, мені жұмысқа қабылдаған екен. Қатты қуанып кеттім. Үйге келіп күйеуіме айтып, газет тарататын жұмысымды өткізіп, бір аптада опай-топай болып жол жүріп те кеттім. Өмірімде бірінші рет пойызға отырып, саяхаттап Атырауға да бардым. Барсам, вахталық жұмыс дегенің шағын бір жабық қалашық екен. Ішінде жұмысшылардың уақытша бір айлық өмірі өтетін жер. Өз дүкені, сыраханасы, жататын орны, асханасы, кір жуатын жері, барлығы бар кәдімгі екінші бір өміріңнің өтетін жері. Осы жер маған жайлы болды. Беймаз күйеуім жоқ. Тамақты дәмді жасауды татар енемнен көп нәрсе үйреніп алған маған қиын болмады. Жасаған тамағыма бәрі риза. Әжептәуір бедел жиналды. Сол жерде бір денесі мығым, менен үлкендеу жігіт маған көңіліме қатты жақты. Себебі бір сыдырғы жүретін байсалды адамға менің құштарлығым оянды. Тамақтың дәмділерін көбірек құйып беріп, ерекше ықыласымды білдіріп, сездіріп жүрдім. Мұны сезген ол да енді маған ойлана қарап көп ұзамай, кешкі тамақтан кейін маған арнайы келіп, маған келсе қасымдағы жігіт кетіп қалған, бөлмемде ешкім жоқ деп айтып кетті. Мен тірлігімді тез бітіріп алып, душқа түсіп жуынып алып жігітке бардым. Барсам шынында тек өзі екен. Кіріп едім, ол келіп есікті кілттеп алды. Артымнан, ту сыртымнан қолдарын иығыма қойды. Менен бойы әжептәуір биік. Ол мені өзіне қаратып, бұрып алып, жас қыз бен жігіт сияқты сүйісе бастадық. Жігітім денелі қодды бір мысық пен арыстан сияқты болып, шынашақтай мені құшақтап сүйгенде мен құшағында көміліп қалдым. Сүйгенге көтеріп алып төсекке әкелді. Жайлап шалқамнан жатқызып алып, асықпай мені шешіндіре бастады. Өмірде сабырлы жігіттің асықпайтын байыпты қылығы мені одан сайын ынтызар қылып барады. Жеңіл велюр халатымды шешу қиынға соқпады. Замогымды сыдыра салып, алдымды ашып, қолын денеме тигізер-тигізбестен төсімнен бастап төмен жағымды алақанымен сипалап, биоток бергендей емдеп жатқандай ерекше сипалап шықты. Менің қозғаннан әлден-ақ астым дымданып барадау, сеземін. Қытығым келіп, астыңғы жағым жыбырлап барады. Себебі шикі сары байымның мыжылып қалған мүшесі мені еш қандырмайтын. Оны бүктеп тыққысы келсе де еш нәтиже шықпаған еді. Әбден сусаған кезім еді. Менің қозғаным сонша, іш киімді өзім бір қолыммен шешіп тастап, белім қайқайып ыршып түстім. Менің әбден ширыққанымды көрген ол, жып-жуан темірдей тас балғасын сұғып қалғанда мен сылқ құладым.
Екі аяғым икемге көнбей аспанда ербеңдеп жатты. Жігіт аяқтарымды жинап алып, иығына қойып алып, кәмпит сорғандай қылып, маған жай кіргізіп, тез суырып алып, тағы бір керемет түрін жасап жатыр. Мен болсам, суырған сайын мүшесін жібергім келмей қысып, онымен қосыла қимылдап қоямын. Жігітім ойымнан шықты. Екеуміз керемет жұптастық. Мен бір уақытта жастықты тістелеп, еңкілдеп еңкейіп жатып, ол арт жағымда екі жамбасымды шапалақпен ұрғылап тұрып itергенде көзімнен жұлдыз ұшып, керемет ләззат алып, рахатқа бөлендім. Сол кезде ол да шығарып жіберді. Содан кейін тағы да бір рет жұптасып керемет ләззатқа бөлендік. Бұл түн менің есімде әлі күнге дейін сол күй жатталып қалған. Тәтті сезіммен еске аламын. Кейінде екеуміз ебін тауып, жұмыс уақыты біткенше кездесіп тұрдық. Мен 15 күндей болып үйіме келдім. Ерекше құлпырып, екінші тынысым ашылғандай болды. Балаларыма да жақсы қарап, шиксары күйеуіме де риза қылып, кішігірім сыйлық жасап қойдым. Сыр білдіргім келмеді. Маған мазасыз болса да күйеуім балаларына өте жайлы, сенімді адам еді. Түн болса, баяғы әтеті басталып, түнімен соның бір жерімен алысатын болдық. Дәрігерге қарал десем көнбейді үй алып. Содан сол кезде Виагра шығып, хит боп жатқан кез еді. Мен де сол дәріні әкеліп күйеуіме бердім. Дәрі сәл болса да көмектеседі екен. Мүшесіне кішкене жан бітіп, тірлігімізде бітті. Маған оның әлсіз қимылы түк ұнамады. Салыстыра келе, ұнамаса да ұнағандай болып, оның көңілін табуға тырысамын. Әйтпесе мені вахтаға жібермей қояды ғой. Ол уақытта бұл жұмыс жаңадан шыққан соң, ешкім не екенін білген жоқ. Мен күйеуіме тек әйелдер бөлек, ер адамдар бөлек, бір-бірімен қосылмайды екі жақта деп, өтірікте басқаша қылып айтамын. Ақшасы да жақсы болған соң, күйеуім амалсыздан келісіп, мені бұл жұмысымнан қалдырмайтын болып шешті. Вахталық жұмысқа кіріп, мен еркін, рахат өмірді сезіндім. Кейін мен басқа да көңілдестер таптым. Себебі сабырлы жігітім менің уақытыммен қатар түспей қалатын кездерде болды. Сол кезде тағы біреуін тауып алдым. Не керек, әккі өте тәжірибелі әйел болып та алдым ғой. Жұмыстан келсем, мен туыстардың құдалық, той-томалақтарына баратын болдым. Себебі күйеуім ырду-дырдуды жақтырмайтын әдеті бар. Мені сен бар деп өзі жіберетін. Ал мен мәз болып, ақша тапқан соң жарамды әйел болып, жақсы жерлерге көп жүретін болдым. Абыройым артып, әулетке сыйлы бола бастадым. Күйеуім асықпай, өзі құрылысшы болған соң, жаман тамға қосып үйімізді үлкен үй қылып жөндеп алдық. Балаларым да өсіп, үлкендері колледжге оқуға түсті. Әулеттегі қайын сіңілі, қайындарым топырлап үйленіп, әулетте тойда көбейді. Сол құдалықта жүріп, өзімнен едәуір 10 шақты жасқа кіші бір келбетті спортсмен қайным екеуміз ішімдіктен сілтеп алғанбыз. Мені жеңге деп құшақтап алыпты. Соған көңілім аумасы бар ма? Бірақ ол жерде бір-бірімізді түсінгендей болдық. Аман есен қайтып кеттік. Мен жұмысқа кетейін деп отырсам, бір күні қайным мені пәтерге кездесуге шақырды. Жеңгей, бір кездесейікші, сізге мен ғашықпын демесі бар ма? Шаңқай-шаң түс мезгіл еді. Мен де жалаяқтығым ұстап, базарда жүрген едім. Автобусқа мінесіп, қайным айтқан адреске жетіп бардым. Ол сағатқа жалдайтын пәтерден, шағын ауданнан бір бөлмелі пәтер жалдап қойыпты. Үй алдында жеңіл көлігі тұр екен. Мен үйге кіріп, пәтерге барсам, есігі ашық тұр. Кіріп қалсам, қайным жолдан келген бет екен. Душқа түсіп жатыр екен. Күн ыстық кез, мамыр айының соңғы күндер еді. Сөйтсем, ол жарысқа барып келген беті. Мен дереу есікті кілттеп алып, тез үстіндегі киімімді шеше салып, душқа кірдім. Себебі менде ыстықтанып келгем, әрі менде қолтығымнан жағымсыз иіс шығатын. Төсектес болғанда бір көңілдесімнің жақтырмай қалғанын сезгенмін.
Қайнымнан да еш қысылмай болуым үшін жуынғым келді. Үсті басы сабын болған соң, оның қасына тұрып, мен де дереу үстіме сабын жағып, әсіресе екі қолтығымды жуып алдым. Содан соң таза суды ағызған қайным, бойшаң денелі ғой, екеумізді жақсылап шайындырып алып, бір қолымен судың шлангысын ағызып, төбемнен басын өзі еңкейтіп, анарымның ұшынан аққан суды ішіп сорып бастады. Төбемнен аққан суларды менің денемнен аузына ашып ішіп тұр. Су тастай болды. Мен жаурап кеттім. Суды содан кейін өшіріп тастадым. Пәтердегі қол сүртетін сүлгімен сүртінгендей болып, ол мені көтеріп алып, тайғанақтап ванный бөлмесінен шығып, жатын бөлмеге де келдік. Төсекке отырғызып қойып, менің әр жерінен сүйіп жатыр. Менің екі анарымда көп бала емген сияқты емес, ерекше тығыз, әрі әлі де қақиып тұратын, әдемі сақталған еді. Соны көріп, жеңеше көкірегің ерекше екен деп сөйлеп қояды. Қайнымның фантазиясы да ерекше екен. Төсекте өте нәзік қимылдайтын еркектің бір екенін білмеппін. Әшейінде сұсты көрінетін адам төсекте мүлдем басқа күйгенді. Екеуміз бірге үндесіп жаттық. Мен де одан қалыспай, бар білгенімді жасап жатырмын. Бір уақытта жарыстан футбол ойнап шаршап келген қайным шалқасынан жата қалды. Тізгінді енді мен өзім қолға алдым. Үстінде біраз отырып шапқылап алдым. Кейін күнтиместің ішкі бұлшық еттерін барынша қысып, өзім білетін ерекше тәсілмен отырып тұрып, кіргізіп суырып, қайнымның жанын кіргіздім ау. Аяғында жай осы позаны жасай беріп едім, оның әйел сияқты ыңырсыған дауысы шығып кетті де, көп ұзамай шауқаты қоса шықты. Біраз жатып алып, қайнымның мүшесін уқалап, қақитып алып, қайта кірістім. Ол да тұрып біраз ырғаған соң, бағанағы позаны қайта бастадым. Үстіне шығып алып, қысып беріп едім, қайнымның үлкен әдемі көздері жоғары қарап, аларып кетті де, тағы да жан дауысы шығып, шауқатын шығарып жіберді. Мен де үстіне көкірегіне басымды қойып жатта қалдым. Қолдарымен толық кеппеген шашын ұстасам, шекесінен мұздай суық тер шып-шып шығып, бүкіл денесінен де кәдімгі мұздай суық тері бұрқ етіп шықты. Мұндай құбылысты қанша еркекпен болсам да алғаш көруім еді. Әдемі сұлу қайнымда өзі де аң-таң болып жатыр. Мен оның денесіндегі сұп-суық, шып-шып шыққан суық терін өз қолдарымен сүртіп беріп еркелетіп жаттым. Мә, жеңеше, сен не істедің? Не деген тәжірибелі әйелсің? Дәл мұндай екеніңді білмеппін да, деп қайным таң қалып жатыр. Тері басылғанша жатып, екеуміз тағы барып, кезек-кезек жуынып алып, үйден шығып екі жаққа кетістік. Күйеуім қазір мүлдем дәрі ішпек тұрмақ, не істесе де, еркектік мүшесі бірінші зейнетке шығып кеткен. Ал мен болсам сол әлі вахталық жұмыста істеймін, бірақ қазір Астанадамын. Үлкен қызым мен үлкен ұлым бүгінде үйленген, немерелерім де бар. Зейнетке бала санымен шыққанмын. Қазір қайныммен әзірге кездеспедік. Мүмкіндік де болып жатқан жоқ. Мен өзім бірақ еш қартаяр емеспін. Әлі күнге еркек аңсап іздеймін де тұрамын. Тұрақты көңілдесім де бар. Бірақ қайныммен болған сол бір күнді тағы да бір қайталағым келеді.